Сабақтың тақырыбы Lesson Study зерттеуі, тарих және құқық негіздерін оқытудағы қиындықтар мен олқылықтарды жеңу стратегияларын әзірлеу. Сабақтың негізгі мақсаты Lesson Study тәсілін терең түсініп, оны тарих және құқық негіздері пәндерін оқытуда кездесетін қиындықтар мен олқылықтарды анықтау және оларды жеңу стратегияларын әзірлеу. Сабақ жоспары толық орындалып, барлық кезеңдер жүйелі түрде өткізілді. Тыңдаушылар белсенді қатысып, топтық және жұптық жұмыстар барысында өз идеяларын еркін білдірді. Сабақ басында ранжирование әдісі арқылы ең өзекті идеялар мен сұрақтар талданып, талқыланды. Тыңдаушылар ескерту әдісі бойынша бейнедегі маңызды тұстарды жазып алып, ашық микрофон арқылы өз ойларымен бөлісті. Бұл сәт тәжірибе алмасуға және әдістемелік қоржынды толтыруға септігін тигізді. Келесі кезеңде диаграмма Эйлер әдісі арқылы Lesson Study және іс-әрекетті зерттеу технологиялары салыстырылып, олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтары анықталды. Содан кейін кластер әдісі қолданылып, Lesson Study енгізу кезеңдері, бақылау картасын толтыру және сабақ нәтижелерін талдау үдерістері топтық форматта құрылымдалды. Тыңдаушылар конструктор әдісі арқылы Lesson Study сабағының тақырыбын, мақсаттарын, енгізу кезеңдерін және орындау кестесін анықтап, бақылау картасын жасады. Лотос гүлі әдісі кезінде case study талдау жасалып, кездесетін қиындықтар мен оларды шешу жолдарын анықтады. Қорытынды бөлімде креативті матрица әдісі арқылы дейін, қазір, ертең кері байланысы өткізілді. Тыңдаушылар курстан бұрынғы тәжірибесін, қазіргі үйренген жаңалықтарын және болашақта қолданатын әдіс тәсілдерін нақты сипаттады. Бұл кезеңде әр қатысушы өзінің кәсіби даму траекториясын саралап, курс барысында алған білім мен тәжірибенің өз педагогикалық қызметіне қалай әсер еткенін талдады. Қатысушылар Lesson Study тәсілін сабақ үдерісін жетілдіруде тиімді құрал ретінде бағалап, оны әріптестермен бірлесе қолдануға дайын екендіктерін білдірді. Сондай-ақ кері байланыс барысында олар алдағы уақытта зерттеу сабақтарын жоспарлау, бақылау парақтарын толтыру және сабақ нәтижелерін талдау бойынша нақты қадамдарын белгіледі. Сабақ жоспарланған мақсаттарға толық жетті. Тыңдаушылар белсенділік танытып, зерттеу тәсілдерін терең меңгерді. Lesson Study технологиясын пәндік оқытуда қолдану жолдарын түсінді және оны тәжірибесіне енгізу ниетін білдірді.